Біз киелі кітапта даналық жайлы әдебиет деп аталатын үш жазбаны зерттеп жатырмыз. Нақыл сөздер, даналықты уағыздаушы және әйіп. Олардың үшеуінде де мынадай сұрақ қойылған. Осы дүниеде игілікті өмір сүру нені білдіреді? Біз нақыл сөздерге ден қойдық. Бұл жазбаны дана, жас ұстаз әйел ретінде елестетуге болады. Ұстаз әйел даналыққа ерекше мән береді. Ал даналық Құдайдың бір қасиеті. Ол нақты шындықпен бірге тоқылған. Ұстаз әйелдің мынадай үмітке толы көзқарасы бар. Егер адам даналықпен әрекет етсе, онда табысты өмір сүреді. Бірақ содан кейін біз орта жастағы зерделі сыншыға ұқсайтын даналықты уағыздаушыға келеміз. Ол былай деген: даналықты пайдалану саған табыс әкеледі деп ойлайсың. Тағы да ойланшы, өйткені осы өткінші дүниедегі өмір өздігінен құр бекер әрі мағынасыз. Уағыздаушы бұл жазбада осы сөзді көп пайдаланады. Бірақ жазбаны толық түсіну үшін, онда мына екі адамның әртүрлі ойлары келтірілгендігі жайлы білуіміз керек. Алғашқысы уағыздаушы, оны сыншы деп те атаймыз. Ол жазбадағы бас кейіпкер. Ал екінші адам, яғни жазбаның туындыгері, бізге сыншыны таныстырады. Сыншының сөздерін жинақтап, кітаптың соңында бәрін қысқаша тұжырымдаған туындыгер. Соңғы сөзді де ол жазған. Ендеше туындыгер неге сыншының ойларын білгенімізді қалайды? Туындыгер сенің әлемге деген көзқарасыңды түбегейлі өзгерткісі келеді. Сол үшін ол сыншыға әлем туралы шынымен алаңдататын үш жайтты зерттеуге мүмкіндік береді. Бұл үш жайттың адамды абыржытатыны жөнінде ескертуіміз керек. Иә, сонымен біріншісі уақыттың жүрісі, немесе сыншының сөзімен айтқанда, Ұрпақтар бірінен соң бірі келіп кетіп жатады, ал жер сол тұрған күйі тұра береді. Ежелде өтіп кеткендер ескерілмес. Болашақтағыларды солардан кейін дүниеге келетіндер де естерінде ұстамас. Сонымен ғарышпен салыстырғанда, сен екеуміз жылт еткен бір сәт сияқты қысқа өмір сүреміз. Жұлдыздар пайда болады, кейін сөніп, жаңа жұлдыздарды айналатын планеталарға айналады. Ал сол планеталар уақыт өте өзгеріп, ақырында өртеніп жоқ болады. Осы ғарыш фонының алдында бүкіл өмірім қас-қағым сәтте өте шығады. Бұл сыншының бізді абыржытатын екінші тұжырымына әкеледі. Бәріміз бұл дүниеден өтеміз. Адам баласының да, хайуанның да ұшырайтын тағдыры бірдей. Ақырында олар өледі. Бәрі де бірдей жайттарға тап болады екен. Әділ мен зұлым, жақсы мен жаман, Құдайға құрбандық шалып ұсынатын, әрі соны ұсынбайтын адамдар барлығының тағдыры бірдей екен. Адам баласы көп әрекет етіп, ақмақтық жасайды. Содан кейін о дүниеге аттанып, өлгендердің қатарына қосылады. Бұл жазба адамның жанын күйзелтеді. Сыншыны алаңдататын соңғы жайт та солай. Бұл өмірдегі кездейсоқтық. Ал нақыл сөздер жазбасы бойынша өмір кездейсоқ емес қой. Әділ істер істесең, соның сыйын аласың деген нақты себеп салдар байланысы бар. Бірақ шынында өмір әрқашан осылай бола бермейді. Сыншы жүйедегі ақауды байқады. Оны кездейсоқтық деп атап, бұл туралы былай деген: жарыста жүйрік, шайқаста мықты жан әрдайым жеңе бермейді екен. Данада тамақ, ақылдыда байлық, шеберде абырой әрқашан бола бермейді. Солар барлық адамдардың үлесіне орай келгенде кенеттен тиеді екен. Оның айтайын дегені мынау еді: сен өміріңде ештеңені бақылауда ұстай алмайсың. Жайттарды алдын ала болжап білу мүмкін емес. Сондықтан егер өмірде табысты болғың келсе, онда сен өзіңнің тұзаққа түсуіңе жол ашасың. Сыншы бүкіл жазбада осы алаңдататын ойлардың бәрін біріктіретін бір астарлы сөзді пайдаланған. Ол шамамен 40 рет өмірдегінің бәрі хабел деп айтқан. Хабел түтін немесе бу дегенді білдіретін еврей сөзі. Түтін сияқты өмірде әдемі және құпия болып көрінеді. Ол бір пішінде көрініп, кенет жаңа пішінге енеді. Түтін бір сәтте тұрақты болып көрінуі мүмкін. Ал егер оны қолмен ұстауға тырыссаң, ол саусақтардың арасынан өтіп кетеді. Егер қалың тұманға кірсең, ол жерден ештеңе анық көрінбейді. Киелі кітаптың әртүрлі аудармаларында хабел сөзінің мағынасыз деген астарлы мәні берілген. Ал сөздің түпкі мағынасына назар аударсақ, сыншының өмірдің мағынасы жоқ деп емес, өмірдің мағынасы еш анық емес деп айтқанын көреміз. Түтін сияқты өмір де бізді шатастырып, адастырады. Оны бақылауда ұстау мүмкін емес. Сонымен, біз мұндай жағдайда не істеуіміз керек? Бір ғажабы, сыншы ең алдымен нақыл сөздер жазбасындағы көзқарасты мойындаған. Ол даналықты үйреніп, жаратқан иені терең қастерлеп өмір сүрудің жақсы іс екенін айтқан. Шын ба? Айтайын дегенім, сыншы жаңа ғана бұл жолдың табысты болуға кепілдік бермейтіні жөнінде айтып еді ғой. Әйтсе де, ол бұл жолдың дұрыс екенін біледі. Ал сыншы сондай-ақ жиі мынадай кеңес берген:
сен өміріңді бақылай алмайтын болғандықтан бұлай істеуге тырысуды доғаруың керек. Өміріндегі жайттарды қол жайып қабылдауды үйрен. Өйткені шынында сен бір нәрсені ғана бақылай аласың. Яғни сенің қазіргі уақытта болып жатқан оқиғаларға деген көзқарасыңды. Сыншы уайымдауды доғарып, өміріңдегі жақсы жайттарға рахаттануды таңда деп ұсынған. Мысалы, досыңмен құрған әңгіме дүкенінен, жүзіңе түскен күн сәулесінен және өзің бағалайтын адамдармен ішкен дәмді астан рахат таба аласың. Яғни өмірдегі қарапайым нәрселерден. Иә, жақсысын да жаманын да қабылдау қажет. Өйткені екеуі де Құдайдың сыйы. Бұл даналықты уағыздаушының таңғаларлық ақыл парасаты. Оның айтқан сын сөздерін есту қиын. Олар сені кейбір қараңғы жерлерге апаруы мүмкін. Сондықтан да туындыге жазбаның соңында өз пікірін қосады. Ол сенің үмітіңді үзгеніңді қаламайды. Қайта кішіпейіл болуыңа септігін тигізгісі келеді. Сонда сен тіпті болып жатқан жайттарды түсіне алмасаң да, мынаған сене аласың. Өмірдің мәні бар. Және бір күні Құдай Хабелді сейілтіп, біздің барлық істеріміз жөніндегі үкімін шығарады. Сөйтіп, даналықты уағыздаушы бізге мұның бәріне берілетін орынды жауап мынау екенін айтады. Құдайды терең қастерлеп, оның өсиеттерін орында. Бұл даналықты уағыздаушы жазбасы. Ал киелі кітаптың даналық жайлы әдебиетінде тағы бір дауыс бар. Ол Айыптың жазбасы. Бұл жазба бізге даналыққа апаратын сапарымызға қажетті соңғы көзқарасты ұсынады.